Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Мен қаладағы қосымша білім беру орталықтарының бірінде жұмыс істегеніме көп жыл болды. Өзімнің жалпы жұмыс тәжірибем елу жылдан асқан қазақ тілінің маманымын. Сондықтан маған осында 4-ден бастап 7-8-ге шейінгі оқитын оқушылар қазақ тілінен қосымша дәріс алуға келіп жатыр. Жай дәріс алады, қосымша дайындалады, немесе биылға, НСЕ-ға дайындалады, соның тапсырмаларымен, тақырыптарымен танысады, тесттермен жұмыс істейді дегендей. Енді осы балалармен жұмыс барысында менің байқағаным қазақ тілі мектеп бағдарламасында қазір жүйесіз де оқытылатын болды. Жүйесі дейтінім бастауыш кластың өзінде синоним, амоним, антонимдер сұралады. Дауысты дауыссыз дыбыстардың классификациясы жүргізіледі. Ал 6-шы сыныпта биылға НСЕ-ға дайындалуға келетін оқушылар 7-ші сыныптағы материалдармен таныс емес, сондықтан тест тапсырмаларын орындауда көп қиындықтар келеді. Мен сіздерге қосымша көмек ретінде қазақ тілінің грамматикасын 20 шақты сабаққа дайындап, бейімдеп, қосымша бағдарлама жасап шықтым. Ештеңені мен аспаннан алған жоқпын, кәдімгі теория, кәдімгі практика тапсырмалар, сол тест тапсырмалары, бірақ бәрін жүйелеп жаздым және осылайша сабақ өткізуді ұйғардым. Сіздер әрбір сабақты оқығаныз, тыңдаған сайын, бұл ұзақ уақыт алмайды. Дәптерлеріңізге жазып, немесе суретке түсіріп алсаңыздар, өздеріңіз қосымша қажет болған кезде қарап отыратын боласыздар. Бұл менің сіздерге жасаған көмегім деп есептеңіздер. Бірінші сабақ фонетика. Фонетика тіл туралы ғылымның үлкен бір саласы. Онда дыбыстар, екпін, буын, үндестік заңы қарастырылады. Көрдіңіз бе? Қаншама келелі мәселелер. Қазақ тілінде 42 әріп, 37 дыбыс бар. Және 2 белгі бар, айыру және жіңішкелік белгісі. Қазақ тіліндегі алфавитте, әліппеде қазақ тілінің өзіне тән дыбыстар 9: ә, ң, ғ, о, қ, ө, х. Бұл орыс тілінде оқитын қазақ тілін оқитын балалар үшін қазақ тілін үйренуде қажет мәселе. Қазақ тілінде дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. Дауысты 12 дыбыс. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауа ауыз қуысына келгенде ешқандай кедергіге ұшырамайды, еркін шығады. Сондықтан олар дауысты дыбыстар деп аталады. Дауысты дыбыстар 3 түрлі жолмен жіктеледі. Бірі тілдің қатысына қарай, екіншісі жақтың қатысына қарай, үшіншісі еріннің қатысына қарай. Тілдің қатысына қарай дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстарды айтқанда тіл артқа тартылады. А, О, У. Жіңішке дауыстыларды айтқанда тіл алға итеріліп, іске тіреледі. Ә, Ö, I, U, E. Жақтың қатысына қарай, жақ қатты ашылса, ол ашық дауысты дыбыстар. А, Ә, О, Ö, Е және Е. Ал жақ ашылмаса, немесе жай ашылатын болса, ол қысаң дауысты дыбыстар. Олар О, Ö, У және И дыбыстары. Еріннің қатысына қарай, қайсы бір дауыстыларды айтқанда ерін дөңгеленеді. О, У, О және Ö дыбысын айтқанда. Ал езулік дауыстыларды айтқанда тіл езу тартылады. А, Ә, Е, И және Е дыбысын айтқанда. Енді жинақтап айтсақ, балалар дауысты дыбыстардың өзі 3 түрлі жолмен жіктеледі екен. Тілдің қатысына қарай жуан жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық қысаң, еріннің қатысына қарай еріндік, езулік. Бұл не үшін керек деп ойлайсыздар ғой? Бұл практика жүзінде, кәдімгі буынға бөлгенде, сөздерді тасымалдағанда, немесе дұрыс айту, дұрыс жазу заңдылықтарын үйренген кезде өте қажет. Дыбыстардың келесі түрі дауыссыз дыбыстар. Қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, У. Неге бұл жерде айтасыздар дауыстыда да, дауыссызда да идің кездесетінін байқап қалдыңыздар? Себебі И менен У дауыссыз дыбыстың жанында келсе, ол дауысты, ал дауысты дыбыстың жанында келсе, ол дауыссыз болады. Мысалы, жақшаның ішіндегі тау деген сөзде А дыбысы дауысты, жанындағы У дауыссыз.
иді айтатын болсақ, ай деген сөз алсақ, а дауысты жанында тұрған и дауыссыз. Осы заңдылықты ұмытпаңыздар. Дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді. Қатаң дыбысты айтқанда атының өзінде айтылып тұр, қатаң деп салдыр пайда болады. Мысалы, к, қ, п, с, т, ф, х, ч, ш, ш, ц. Тек қана салдыр. Ал ұяң дауыссыздарды айтқанда салдырға үн қосылады. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Х. Ұмытпаңыздар. Мысалы қараңыз. П-ны айтқанда қалай болды? Б-ны айтқанда қалай болды? П-да тек қана салдыр пайда болды. П. Ал Б-ны айтқанда сол салдырға үн қосылды. Сөйтіп ол ұяң дауыссызға айналды. Екінші айта кететін нәрсе, осы Б, В, Г, Г, Д, Ж, З деген дауыссыз, ұяң дауыссыз дыбыстар алфавитте ешқандай сөз араласпастан қатар тұратынын естеріңізге салғым келеді. Үшінші түрі дауыссыз дыбыстардың бұл үнді, тек қана үннен пайда болады. Өкпеден шыққан ауа ауыз қуысы емес, көбіне мұрын қуысы арқылы ғана шығады. Мысалы, Л, М, Н, Ң, Р, И, У. Көрдіңіз бе? И менен У бұл жерде дауыс жаңа, мана біз И мен Уды дауысты дыбыстардың қатарында классификациялады. Ал енді дауыссыз дыбыстардың қатарында келгенде И мен У үнді дауыссызға жатады екен. Қорытып айтқанда, дауыссыз дыбыстар бізде 25, олар қатаң, ұяң, үнді болып бөлінеді. Қатаңды айтқанда салдыр пайда болады. Ұяңды айтқанда салдырға үн қосылады, ал үндіні айтқанда дыбыс тек қана мұрын қуысынан шығады және үн ғана пайда болады екен. Тапсырмаларды қарап көрейік. Дауысты дыбыстың жасалу ерекшелігін көрсетіңіз дейді. Қараңыз, дауыстап айтуға келетін дыбыстар ма? Дауысты дыбыстар деген. Ауа өкпеден шығып үннен ғана тұратын дыбыс па? Кедергісіз шығып. Ауа өкпеден кедергісіз шығып үнмен қоса салдыр пайда болатын дыбыс па? Салдырдан жасалған дыбыс па? Жоқ әлде өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай шығуынан жасалған дыбыс па? Ойланып көріңіздер, сосын мен сіздерге дұрыс жауабын айтамын. Иә, өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырамай жасалған дыбыстар, дауысты дыбыстар. Жауабы дұрыс екен. Екінші сұрақ, дауысты дыбыстардың тілдің қатысына қарай бөлінуін көрсетіңіз. Тіл артқа кетеді және тіл алға тартылады. Жаңа мен оны айттым, қай түрін оған жатады екен? Жіңішке ашық, жуан жіңішке, ашық қысам, жуан ашық және еріндік езулік. Таптыңыздар деп ойлаймын, өйткені бұл классификацияны мен сіздерге айтқанмын. Мені қарап шығыңыздар, мені жақтың қатысына қарай. Жуан және жіңішке. Дауысты дыбыстардың тілдің қатысына қарай, кешіріңіз. Дауысты дыбыстардың жақтың қатысына қарай бөлінуін көрсетіңіз дейді. Жақ қатты ашылады, жақ ашылмайды. Қайсысы жатады? Әліне, еріндік және езулік. Төртінші тапсырма сұрақ. Қысаң дауысты дыбыстан құралған қатарды табыңыз дейді. Сөздердің қатары тек қана қысаңнан тұрсын. Қысаң дегеніміз жақ ашылмайды. Күшік, кешік, ыстық қапырық, қыран тұлпар, дәстүрлі мүлік және түлкі, күлкі. Мұның ішінде дұрыс жауабы түлкі және күлкі. Үменен іні айтқанда жақ ашылмайды, олар қысаң дауыстылардың қатарына жатады. Міне, қысаң, және Міне, және Мұны жаңа сіздер көргенсіздер. Енді келесі сұрақ, бірыңғай еріндік дауыстылардан құралған дыбыстар. Бірыңғай еріндік дауыстылардан. Дөңгеленетін дауысты дыбыстардан жасалған сөздер. Бұлбұл және құс. О дыбысын айтқанда ерінді дөңгеленеді. Ең соңғы сұрақ, көбіне қай дыбыстар сөздің соңында келмейді? Қай дыбыстар сөздің соңында келмейді? Қатаң келмей ме? Жуан келмей ме? Сөздің соңында үнді келмей ме? Жіңішке дауысты дыбыс келмей ме? Жоқ әлде ұяң дауысты дыбыс келмей ме?
әрине ұяң дауыссыз дыбыс келмейді. Қарап көрейік. Міне ұяң дауыссыз дыбыстар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, Х. Осы әріптерге дыбыстарға сөз ешқашан аяқталмайды. Аяқталмайды. Міне, қымбат оқушылар, біздің бүгінгі сіздермен дауысты және дауыссыз дыбыстардың өздері және оның классификациясы жайлы өткен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тапсырма сіздердің кәдеңізге жарайды деген үміттемін. Сау болыңыздар. Найкешний зарядка.